Кішкентай балада дене қызуы көтерілді. Не істейміз? Дене қызуының көтерілуі жалпы организмге түскен инфекция мен иммундық жүйенің белсенді түрде күресіп жатқандығының көрінісі. Дене қызуы кішкентай балада көтерілді. 38 градусқа дейін, 38-5 градусқа дейін жарапашын жіберуге асудың қажеті жоқ. Бұл жерде баланың жалпы жағдайына қараймыз. Баланың жалпы жағдайы жақсы, телевизор көріп, ойнап жүр. Тек қана атпай өтетеміз. Тек қана жылы сұйықтықтарды әр 5-10 минут сайын беріп тұрамыз, тоқтатпай. Қасықтап немесе шприцтің көмегімен жаймен. Ал дене қызуы 38-де 5, 38 градустан асты, бала вялый, ештеңеге қызықпай, денесінің бүкіл аймағы ысып тұр, яғни қызыл лихорадка болып жатыр. Бұл кезде ең бірінші физиологиялық әдісті қолданамыз. Баланың денесін тек қана жылы сумен сүртеміз. Қайтадан бақылаймыз. Баланың дене қызуы көтеріліп жатыр. Не істейміз? Әрине, температураны түсіруге арналған дәрілік препараттарды береміз. Қатты, сұйық және свечаларды, суппозиторий. Бірінші сұйық түрде ибуфен бердік. Қайтадан 25-30 минуттан кейін өлшеп көрдік. Температура түсті. Егер де қайтадан температура көтерілген жағдайда бұл жерде чередовать еткен дұрыс. Қазір сіз ибуфен бердіңіз бе? Келесіде парацетамол. Дене салмағына сәйкес дұрыс беріп. Ал одан эффект болмаған жағдайда әрине свечаларды қолданамыз. Сосын ата-аналар естеріңізде болсын, баланың дене қызуы көтерілді, жарапайын жүйе бердіңіздер, температура 39 болып тұр. Ол бірден 38 градусқа түсіп кетпейді. 38-де 8 көрсетті ма, ол берілген жарапайын жүйе көмектесіп жатыр деген сөз. Парацетамол мысалы 30 минутпен 1 сағаттың аралығында жаймен көмектесіп бастайды. Және жылы сұйықтықты артынша міндетті түрде ішкізгендеріңіз жөн.